Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, әрі дәмді, керемет, ерекше сүзбелі бубликтер дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бізге мынандай құрамдар қажет болады. 200 грамм сүзбе, одан кейін 80 грамм үккіштен өткізілген ірімшік, 5 ас қасық ұн, жарты шай қасық қопсытқыш, 1 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның ағы қажет болады. Ең алдымен осындай сүзбені шанышқымен әбден жақсылап езіп аламыз. Одан кейін жақсылап езілген сүзбенің үстіне 1 жұмыртқаны және 1 жұмыртқаның ағын қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, мінекей сүзбе мен жұмыртқа жақсылап араласты. Одан кейін жарты шай қасық қопсытқышты, 5 ас қасық ұнды салып, үккіштен өткізілген ірімшікті салып, енді қолымызбен қамыр қылып илейміз. Артық ұн қосуға болмайды. Қолға сәл жабысқақтау келеді, бірақ сонда да жақсылап қамыр илеп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, басында ақырындап, одан кейін кәдімгідей еттің қамырына илегендей қылып қамыр илеп аламыз. Достар, мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыдан орташа көлемдегі қамырларды үзіп алып, осылай қолымызбен шариктер жасаймыз. Менде 9 шарик шықты, өйткені мен сәл үлкен-үлкен қылып жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай шағын-шағын шариктер қылып та жасауға болады. Осылай осы көлемде жасағанмен менде бірден сол бір протеинге сыйып кетті. Келесі видеоларды бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Әрі қарай ұнды себе отырып, қолымызды ұнға батыра отырып, міне осылай шағын колбаса тәрізді етіп жасап аламыз да, одан кейін екі басын біріктіреміз. Міне сол кезде біздің бубликтеріміз дайын болады. Тура видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Өте оңай, қамырдың басы бірден бірігеді. Достар, сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, балалар сүйіп жейді. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Подписаться деген сөзді басып, мені қуантып қойыңыздар. Достар, мінекей дайын болған бубликтерді осылай противенге салып дайындаймыз. Бірден противенге саламыз, өйткені сәл-сәл көтеріле бастайды. Противенді майлап салсаңыздар да болады. Пергамент қағазы қолданбай-ақ противенді майлап бірден сала берсеңіздер де болады. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп бубликтерімізді жасап аламыз. Достар, келесіде менің каналымнан рецепттерді ең бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Достар, мінекей біздің бубликтеріміз дайын болды. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Достар, сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте дайын болған сүзбелі бубликтеріміздің бетіне күнжіт дәндерін себетін боламыз. Егер сіздерде жоқ болса, сеппей қойсаңыздар да өздеріңіз білесіздер, бірақ өте дәмді болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бұның дәмін ерекшелендіріп тұрған әрине құрамындағы сүзбе мен ірімшік. Өте дәмді. Байқасаңыздар, біз құрамына 5 ас қасық қана ұн қостық. Достар, мінекей дайын болды. Енді 20 минутқа пешке пісіріп аламыз. Сіздердің пештеріңіз әртүрлі, сол үшін өздеріңіз арасында ашып қарап тұрыңыздар. Мінекей 20 минуттың ішінде біздің сүзбелі бубликтеріміз дайын болды. Иісі енді керемет, дәмді. Мен таңертең жасағанмын, өте керемет болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Достар, осындай ерекше рецепті осы видеоның астындағы поделиться деген жазуды басып, өз құрбыларыңызбен, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қазір мен осы сүзбелі бубликтің дәмін көретін боламын. Дәмі керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.